Dostlar video başlamasam bұрын сендерге мен Макстың арнасы ұсынады. Өте керемет. Каспемелі балдармен совместка шығады. Арнасына подписаться етеміз, тіркелеміз. Мен сендерге Луфидің арнасы ұсынып, және қасындағы колокольчикті басып міндетті түрде арнасына тіркеліп кетейік. Ал біз видеомызға кеттік. Let's go. Бір нәрселім достар, сенімен бірге мен ончик. Короче, достар, бұл видеода мен Greenvix-тің плюстары мен минустарын салыстыратын боламын. Достар, видеоны до конца көріп, лайк, подписка басып кетеміз. Ал видеоға кеттік. Достар, сіздерге осы видеоның басында лайктарыңызды басып, арнаға подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. И және достар, бұл канал, яғни бұл сервердің ссылкасы IP порты в описанияда болады, міндетті түрде кіріп кетеміз. И және достар, ал видеоға кеттік. Окей. Достар, бүгінгі видеода біз сіздерге, яғни Greenvix пен Breezix-пенің плюстары мен минустарын айтатын боламыз. Короче, салыстыру дейді ғой, салыстырамыз. Короче, достар, сендер осы видеоға, мен аты өлген, окей. Достар, бұл ешқандай озвучка емес. Яғни қазір мен егер не істеп қалатын болсам, озвучка болымда әбден мүмкін. Так, все, nice. Достар, енді сіздерге бірінші Breezix-пен айтып кете берейін. Breezix-пен плюстары қазіргі таңда ол жақта модераторлар жиі жүреді. Яғни модераторлар күнде қарап жүреді, іштерін қарап жүреді, яғни читерлерді жазалайды, үйтет-бүйтет, короче, сондай бар. Ал минустары Breezix-пе де қазір PvP-сы онша емес, себебі ол жақта деген PvP-сы бір түрлі, и потом PvP басқан кезде адамды алыстан ұра алмайсың, только жақыннан бір блоктан келіп ұра аласың, ал басқаша ұра алмайсың, Ал достар, енді Greenvix-тің плюсы айтатын келсек, қазір Greenvix-те онлайн көп, и және достар, ол жақта мини игралар өте көп. Яғни Death Run, сосын Greenvix-те Skywars, Bedwars, Murder Mystery, тағы да көп деген, яғни нелер бар. Ал келесісі, яғни неге айтатын болсақ, мен сет қатып жатыр, окей. Білмеймін, сеттің нормально штапты, пайды неге қатып жатыр, білмеймін. Яғни Greenvix-тің минусын айтатын болсақ, қазіргі таңда Greenvix-те яғни онша көп адамдар қарамайды. Яғни модераторлары, короче, помойка дейді ғой. Сондай, короче, вообще читерлер көп болса да вообще адамдар қарамайды. Яғни сервер бостан босқа, яғни админсіз, басшысыз қалды десек те болады, Сондықтан достар, Greenvix-тің бір жаман жері осы. И және достар, Breezix-пе де қазір деген онлайн өте нормальный. И және достар, ол жақты донаттары да өте, яғни жақсы десек те болады. Яғни достар, бағасы өте тартымды деген емес, яғни бағасы құнарлы, яғни арзан десек те болады. Яғни VIP-тері барлығы өте керемет, арзан. Және де ол жақта survival бар, яғни survival деген выживание. Ол жақта флайда бағалар өте керемет, 35 рубльге сіз өте кереметте флай сатып аласыз, Енді бұл достар ешқандай пиар емес, И және де достар, Greenvix-тен қарағанда бір жақсы жері, Greenvix-те ютуберканы, яғни неше подписчиктен береді, по идее. Greenvix-те 5 подписчиктен береді, қателеспесем, ютуберканы. Ал бұл жақта 800 подписчиктен береді, өте керемет, Короче, өте жақсы десек те болады, Және достар, қазіргі таңда Breezix-пе де өте керемет обновлениялар болып жатыр. Но енді Greenvix-те болып жатқан сияқты, бірақ мен Greenvix-те ойнамаймын. Яғни Greenvix уже мен кетіп қалғам қай заман. Андасында ойнап тұрам, типа Каспемелі балдармен, кетпелі пұшымайды. Достар. И және достар, бұл жақта енді айтып кеткенде анти-ПК бар. Анти-ПК дегенде, то есть анти-ПК өте жаман, яғни Breezix-пе де, себебі ол жақта ПК-шерлерге қиын болады. Енді достар, бұл жерде, бұл негізі ПК-лардың ойнайтын жер емес, яғни бұл андроидтер, яғни МКП соткем ойнайтын адамдарға арналған сервер десек те болады, Достар, енді мен екі сервердің да IP портын в описанияға алып кетем, және мына ойнаған сервердің да IP портын қалдырып кетем. Және достар, бұл жерде Zebrich ойнап жатырмын, өте керемет Zebrich. Просто ауф.
мен ZBridge'ті тапқаныма өте қатты қуанамын, себебі достар, BridgeX баяғыда PPX деген сервер бар. Енді олдовский пацандар түсінеді оны. BridgeX пен PPX-ті жауып тастағаннан кейін достар, көбісі кіре алмады. Ал бұл тек қана қазір қазір тек қана неде бар, GRP-де ғана осы яғни ZBridge бар, я. И достар, енді достар, бір жақсы жері Greenwix-тің, яғни BridgeX-пен бір жақсы жері, яғни Greenwix-те көптеген купондар бар, яғни айтады ғой, типа TRX 100-ка, сосын тағындай Like Green деген сондай нелер бар да. Сондай бір өте кереметтей сондай, айтсам болады. Сондай нелер бар, купондар бар. Ал BridgeX-де тек қана Хэллоуин деген бар еді, бірақ енді Хэллоуин өтіп кеткеннен кейін Хэллоуин қазір оны алып тастады, я. Достар, енді сендерге осы видео ұнаса лайктарыңызды басып, арнама подписаться кнопкасын басып кетесіздер деп ойлаймын. Сіздерге барша осы видеом ұнады десем қателеспеймін. Но достар, енді менде кішкене қату болды, но окей достар. Қатуға мән бермеңіздер. Я. Достар, сіздермен болған мен Ончик. Арнаға келесі видеоға жүздескенше үнемі арнама подписаться кнопкасын басып қойыңыз. Сіз егер, яғни қызғаншақ болмасаңыз, я. Ал давайте